Сәлеметсіздер, құрметті достар. Бүгін мен пияздың емдік қасиеті туралы екінші видео ұсынғым келеді. Құрғақ жөтелмен ауырған кезде осы тұнбаны пайдалануға болады. Осы тұнбаға керетін пияздың қабығы және 2 стакан су. Бірінші 2 аш қасық пияздың қабығын ыдысқа саламыз. Мен 2 стакан су құямыз. Жай қойып 15 минут қайнатамыз. Енді бөлме температурасына дейін суытып, сүзгіден өткіземіз. Дайын болған тұнбаны темір стаканның тамақтануға жарты сағат қалғанда күніне 3 рет ішеміз. Сау болыңыздар.